Қайырлы күн YouTube оқырмандары. Жүрек жарасы арнасына қош келдіңіздер. Назираның үйі ауылдың ең шетінде, қырдың етегінде тұр. Кеш түскенде бұл маң тіпті иенсіп кететін. Алыстан иттердің үргені, желдің гуілі ғана естіледі. Күйеуі қайтыс болғанына 3 жыл өтсе де, дәл осы түнгі тыныштық оған ең ауыр тиетін. Күндіз ол мықты еді, баласына күліп қарайды, шаруасын тындырады, ағайынға сәлемін үзбейді. Ешкім оның не болып жатқанын, ішінде жатқанын білмейді. Бірақ түнде төсегіне жалғыз жатқанда жүрегінің бір бөлігі бос кеңістікке айналатын. 34 жас, әлі жастықтың қызуы басылмаған шақ. Бірақ тағдыр оған жесірліктің салмағын ерте артты. Ол өзіне тыйым салуды үйренді. Ойына келген сезімді тұншықтыруды үйренді. Алайда адам жүрегін толық өшіру мүмкін емес екен. Қора жаққа жиі қарауы да сол бос кеңістіктен еді. Ермек аға ауылға сыйлы адам болатын. Жасы үлкен, бірақ еңбектен қол үзбеген. Сөзі аз, көзі байыпты. Оның жанында тұрған адам өзін қауіпсіз сезінетіндей. Назира да солай сезінетін. Алғашқы жақындасу күтпеген жерден болды. Жаңбырлы кеш, қой төлде алмай қиналып жатты. Назира көмектесу үшін барды. Іште әлсіз шам жарығы ғана. Жаңбыр шатырды сабалап, қора ішінде бу бұрқыраған жылылық бар. Екеуі үнсіз жұмыс істеді. Қой аман қалды. Сол сәтте Назираның көңілін бір түрлі сезім биледі. Қарияның байсалды дауысы, сабырлы қозғалысы оған әлде қалдай тыныштық сыйлағандай. «Шаршадың ғой», деді Қали аға жай ғана. Ол басын изеді. Сол қарапайым сөздің өзінде қамқорлық бар еді. Сол кештен кейін олардың әңгімесі көбейді. Алғашында тек шаруашылық жайлы, кейін өмір жайлы. Ермек аға соғыс жылдарын, жастық шағын айтып беретін. Назира күйеуін еске алатын. Екеуінің де жүрегінде жара бар еді. Сол жара оларды жақындатты. Бірте-бірте Гүлзия қораға жиірек бара бастады. Ол өз-өзіне тек сөйлесемін дейтін. Бірақ ол кездесулер оған күнді жетіспейтін жылылықты беретін. Ермек ағаның жанында ол өзін әлсіз емес, керісінше бағалы сезінетін. Оның көзіне қарағанда өзін әйел ретінде де, адам ретінде де бар екенін ұғынатын. Ауылдың көзі қырағы, сыбыр басталды. Базарда біреу бірдеңе айтып қалған, біреу түнде көлеңке көргенін айтқан. Өсек бірде-бірде өсіп тамыр жайды. Назира оны сезді, бірақ тоқтай алмады. Оның ішіндегі арпалыс күннен күнге күшейді. Бір жағында баласы, әулет, абырой, екінші жағында жүрек, жалғыздық, тірі сезіну. Кей кештерде ол қораға бармай қалуға тырысатын. Бірақ үй іші тым-тыныш болып кеткенде жүрегі мазасызданып, аяқтары өзі солай қарай тартып тұратын. Ермек аға да бәрін түсінетін. Бір күні ол, егер саған ауыр болса, келме деді. Бірақ Назира үнсіз ғана басын шайқады. Ауыр, бірақ сенсіз де одан да ауыр. Сол сөзден кейін екеуі ұзақ үнсіз отырды. Кейде сөздің өзі артық болатын. Ақыры өсек ағаларының құлағына жетті. Олар ашулы келді. Үйдің іші суып кетті. Біз тірімізде масқара болмайсың, деді үлкені. Назира олардың әр сөзін жүрегіне өткізіп тыңдады. Ол қарсы айқайлаған жоқ, себебі ішінде кінә да бар еді. Бірақ өкініш жоқ болатын. Сол түні ол қораға барғанда жүзі бозарып тұрды. Біледі, деді жай ғана. Ермек аға үнсіз қалды. Сосын ауыр күрсінді. Мен кетемін. Кетпе, деді ол алғаш рет әлсіз дауыспен. Сенің өмірің алда, мен өткен шақпын. Сол түні олар ұзақ сөйлесті. Бұрынғыдай асықпай, әр сөзді салмақтап, қоштасу сезімі ауада тұрды. Олар бір-біріне өкініш емес, алғыс айтты. Сен маған тірі екенімді еске салдың, деді Назира.
Сен маған жүрек әлі соғатынын көрсеттің, деді Ермек аға. Таң ата ол шынымен кетті. Атқа мініп, шаңдатып ауылдан ұзап бара жатты. Артына қарамады. Гүлзия терезе алдында ұзақ тұрды. Көзінен жас ақты, бірақ ішіндегі бір бөлігі тыныш еді. Ол бұл кезеңнің аяқталғанын сезді. Ағалары келгенде бітті деді. Иә, бітті, бірақ адам жүрегіндегі із оңай өшпейді. Назира енді қораға бармайды, өмірін баласына арнайды. Ауылдың өсегі біртіндеп басылады. Уақыт өте бәрі ұмытылады. Бірақ кей түндері жел гуілдегенде ол сол қораның иісін, сол тыныш әңгімелерді, сол қамқор көзқарасты есіне алады. Бұл тек тән құмарлығы емес еді. Бұл жалғыздыққа қарсы күрес. Бұл тірі сезінуге деген адамдық мұқтаждық. Назира әлсіз болған жоқ. Ол тек жүрегі бар адам болды. Кейде махаббат бірге қалу үшін емес, адамды ояту үшін келеді. Кей кездесу тағдырда ұзаққа созылмаса да, жүректе мәңгі қалады. Назираның өмірінде Ермек аға өткінші адам болуы мүмкін, бірақ ол оның жанындағы мұзды ертіп, тірі екенін сезіндірген кезең болды. Ауыл өсекті ұмытар, уақыт жараны жабар. Бірақ адам бір кездері өзін шын сезінген сәттерді ешқашан ұмытпайды. Өмір кейде дұрыс пен бұрыстың ортасына емес, жалғыздық пен жылылықтың ортасына таңдау қойғызады. Ал сол таңдауда Назира күнәлі емес, тек жүрегі соққан әйел еді.